Адамның адами болмысы мен асыл қасиеттері отбасында қалыптасады. Отбасында алған үлгі-өнеге, тәлім-тәрбие арқылы ғана еліне, жеріне, отанға деген сүйіспеншілік сезім орнығады. Ал отбасындағы басты құндылық ұлттық тәрбие деуге болады. Әже өнегесі ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы құндылық, тәрбиенің қайнар көзі. Ұлттық сана, салт дәстүр, әдет-ғұрыпты берік ұстанып, немерелерін үлкен мейіріммен, жан жүрегімен тәрбиелеп, еңбекқорлыққа, адалдыққа, татулыққа, бауырмалдылыққа, төзімділікке баулып үйрететін әжелердің бірі Халелова Маруаш Шайсұлтанқызы туралы сыр шертеміз. Мен Халелова Маруаш Шайсұлтанқызы 1948 жылы 22 наурызда дүниеге келдім. 1955-56 жылдары бірінші классқа бардым. Сол мектепте 8 классқа дейін оқып, 9-10 класты Қызылту орта мектебінен бітірдім. Орта мектепті бітіргеннен кейін 1 жылдық стаж керек болған соң, аға пионер вожатый болып мектепте істедім. Келесі жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультетіне түсіп, сол факультетті аяқтап, қайрадан сол мектепте мұғалім болып оралдым. Тұрмысқа шықтым, балалы болдым. Көп жыл сол мектепте қызмет еттім. Менің еңбегімді бағалап, 1995 жылы еңбек озаты деген награда берді маған. Және де семья жағдайымен 1948 жылы Көкшетау қаласына келіп, жұмысымды әрмен қарай жалғастырдым. 21 мектепте ұстаздық етіп қызмет атқардым. 12 мектепте ұстаздық етіп қызмет атқардым. 2010 жылы маған көп балалы ана ретінде алтын алқа тағайындап, сол әрі қарай еңбекті жалғастырып, көп жылдан кейін зейнеткер болып, қарт ұстаз болып, бұл күнде осы немерелерімнің арасында құрметті демалыста